Қазақстан қазына қаражатын жымқырып шетелге тайып тұрған мыңнан астам қашқынды елге қайтара алмай отыр. Біздің арна жолдаған сауалдаға бас прокуратура өкілдері осындай деп ресми жауап қатты. Еуропа елдерінде балқып-шалқып өмір сүріп жатқан қашқындардың өзін қайтарып алмақ түгілі ұрланған ақшаны өндіру мүмкін болмай тұр. Шетелдік құзырлы органдар көп жағдайда құқықтық көмек көрсету туралы екі жақты келісім жоғын алға тартып, біздің сұранысты қабылдамайды. Осы орайда бас прокуратура көп жақты 4 халықаралық және екі жақты 23 келісімге қосылуға ынта білдірген. Ал 2018 жылы 1 қаңтардан бастап қылмыстық кодекске енетін өзгеріс қалталы қашқындардың заңсыз жолмен жиған тергенін сот үкімі шықпастан тәркілеуге мүмкіндік береді дейді бас прокуратура өкілдері. Еске салсақ, елден қашып кеткен Рысқалиевтер 71 миллиард доллар, Аблязов 6 миллиард доллар, ал Храпунов 300 миллион доллар мемлекетке шығын келтірді деп сырттай айыпталған.